Сәлем достар, сіздермен Айжан. Бүгінгі менің видеомда сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап берейін деп шештім. Егер қызық болса, онда видеомызды бастаймыз. Ең бірінші сұрақ ол Салтанат Амангелді қызы сұрайды. Сәлем Салтанат. Колледж бітірген соң университетке грантқа түсуге бола ма? Басқа университеттерді білмеймін, мүмкін болады, бірақ біздің университетте, яғни медицина университетінде, егер сіз колледж бітірсеңіздер, сіздер КТА тапсырып, екінші курсқа емес, бірінші курсқа түсесіздер, бірінші курстан бастап оқытады. Келесі сұрақ бұл Ережеп Айтмырза. Сәлем Ережеп. Мен биыл 10-шы сынып оқимын. Өз басым көптеген тілдерді үйренуге және де шетелдік фильмдерді көргенді ұнатамын. Сол себепті халықаралық қатынастар факультетіне түскім келеді. Осы мамандық бойынша не айтар едіңіз? Бұл мамандық менің ойымша жақсы мамандықтардың бірі. Егер де өзіңе тілдерді үйренуге өзің жақсы көрсең, онда неге расымен таңдамасқа? Өз басым кезінде де халықаралық қатынастарға түскім келді, шын айтайын. Арманың орындалуына тілектеспін әрине. Келесі сұрақ. Шырайлым Елтаева. Шырайлым. Сәлем Шырайлым. Есімің өте керемет екен. Сәлем, мен биология пәнін таңдаймын, бірақ МУАға түсуге морально дайын емеспін. Осы биология пәнімен байланысты тағы қандай қызық мамандықтар бар? Егер МУАға түсуге морально дайын емес болсаң, онда түсудің қажеті жоқ. Сенде нағыз арманың болса, сонда ғана түсуіңе кеңес берер едім. Егер өзің дайын емес болып, ата-анаң мысалы төс деп өзіңде ешқандай құлшынысың, оған баруға желание дейді ғой, онда жоқ болса, онда түсудің керегі жоқ. Биология пәнімен байланысты қызықты мамандықтар өте көп. Оның бірі, мысалы, өз басым таңдаған кезде, мысалы, мен биотехнолог мамандығын таңдағым келді. Астана қаласында да национальный центр биотехнологияда ашылды. Биотехнология мамандықтары ең қажетті және соның күнде ең керекті мамандықтардың болашақта болады. Немесе психология, ол да керемет мамандық. Менде негізі психологқа да түскім келді, дәрігер, биология пәні өзіне қызықты болса, немесе неге мұғалім болмасқа. Интернеттен сол мамандықтар жайлы ойланып, қарап көруіңе кеңес беремін. Сәттілік тілеймін. Шырайлым. Достар, университет, енді туралы айтпай қойыншы. Шын айтайын, қазір өзгерді барлығы. Мен көптен енді туралы, жаңа формат туралы мен біле бермеймін. Сондықтан ондай туралы сұрақтарды маған емес. 2 жыл бұрын сұрасаңыздар, мен жауап берер едім, себебі мен өзім білдім. Егер де сіздерде одан өзге бір сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар комментарийларыңызға, осындай видеода мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп тұрамын. Я тут смотрю, и тут ағылшын тілін қалай тез үйренуге болады, и там 10 тысяч, больше 10 тысяч не подписчиков, а просмотров. Вау! Спасибо вам большое! Это очень приятно. Я только что посмотрела еще ЕНТ, которое там было больше 27, что ли, тысяч. Это же вообще целый стадион, даже больше, чем... Вау! Спасибо вам большое! Мне очень приятно. Вау. Сәлем Айжан, мен сенің видеоларыңды көріп бастадым. Сен өте керемет видеоблогер ұнайды. Рахмет. Енді орыс тілін қалай үйренуге болатыны жайлы түсіре аласың ба? Орыс тілін үйренуге мен де үйренгім келеді негізі орыс тілінде. Шын айтайын, маған орыс тілін үйренуге қандай толчок дейді ғой, қалай болды дегенде, мен мектепті бітірген соң мен орыс группасына түстім. Мен қазір орыс тілінде бірінші курстан бастап, әрине басында біраз қиналдым. Терминдері болмаса, мысалға Қазақстан тарихы кезінде барлығы нэп дегенде, нэпті оқимыз деген сияқты, мы будем сейчас нэп, это легко. Мен отырам да, не ол нэп? Осындай бір терминдар келгенде, оказывается, это новая экономическая политика, жаңа экономикалық саясат деп. Мен сосын барып түсінгенім, сондай бір қызықты сәттер көп болды. Орыс тілін дегенде, орыс тілінде көп сөйлеу керек. Мен орыс тілінде керемет сөйлеймін, орысша деп жоқ. Мен де әлі үйреніп те жатырмын, ағылшын тілінде үйреніп жатырмын. Осылай бастап кішкенеден, мысалға, окружение деп атайды ғой, яғни қасыңыздағы достарыңыз қай тілде сөйлейді, солармен, егер мысалы менде университетте таңертеңнен кешке дейін орыс тілінде сөйлеп, біраз уже жаттығып қаласың да, қазақша, мысалға, мен тек қана үйде ғана сөйлеймін.
сонда үйде бір 8-дерде келсем, 8-ден 10-ға дейін қазақша, ал күні бойы орыс тілінде сөйлеймін. Сондықтан өзіңе егерде өз жалғыз былай отырып үйренгеннен ондайдан болмайды. Ол практика деп атайды. Тіпті ағылшын тілінде үйренсеңіз де практика бұл жерде маңызды рөл атқарады. Сондықтан көп сөйлей беріңіз, кітаптар оқыңыз. Тура мен істеген нәрселерді айтып бердіңіз ғой. Бұл сұрақты қойған жаңа. Бұл Алия Бодиваевкю. Алия жаңағы бір видеосында қойғанмын. Рахмет Алия, сұрағыңа да сәттілік тілеймін. Абзал Нугман. Сәлем Абзал. Тура мен істеген нәрселерді айтып бердіңіз ғой. Менің идеям ғой мынау. Идеяңызды ұрлап алдым ба? Ренжімеңіз. Эминемнің Lose Yourself айтқан рэптерді жатқа білем, тез жаттап алдым, өйткені мен олардың не айтып жатқанын білгім келеді. Өте керемет. Менде де мысалы өлеңдерді тыңдағанда сөздерін қарап, сөздерімен солай тілде тез сөйлеуге үйренесіздер. Кәдімгідей қызық болды ғой. Содан өзім интерес қылып алып, рэптерін жаттап алыппын. Аудармасын да білем, өзім бір ағылшын тілін қатты білетіндей сезініп қалдым. Дәл осындай ұзақ комментті болашақта ағылшын тілінде де жаза алатындай болғым келеді. Абзал Нұғман, келешекте сізден осындай ұзақ комментарийді ағылшын тілінде күтемін. Есімде сақтадым сізді. Осы жолыңнан қайма. Мүмкін рэпер де болдың, рэпіңізді тыңдап та қалатын шығармыз. Қандай ағылшын видеоблогерларын білесің, немесе қарайсың, айта аласыз ба өтініш? Мен көбінесе ағылшын тілінде видеоблогерларды қараймын. Олар ең басында маған бір мотивация ретінде маған өте қатты ұнаған бұл Беттани Мота. Барлығыңыз білетіндер шығарсыздар. Өте керемет, позитивті видеолары сондай красочный дейді ғой. Қарап жүргенім бұл Мими мен Алекс, Мими и Алекс. Әрқайсысының да видео каналдары бар. Соларды көрсеткен кезде бір өзіңде сондайға жеткің келіп, бір дух захватывает их видео. Вот что я ему хотела сказать. У них замечательное видео. Посмотрите, я ссылку оставлю внизу. Одан кейін достар ренжімеңіздер, осылай екі тілде сөйлеп жатырғаныма. Мен осындаймын, мен осылай сөйлеймін, кейде қазақша да сөйлеймін, кейде орысша да сөйлеймін. Қазір жақында ғана Нейгін деп аталатын модель, соның видеоларын қарап жүрмін. Ол күнде видео түсіреді, әр күні. Сондықтан сосын в конце недели и в конце недели она все обрабатывает и делает огромное видео по 20-30 минут. И смотреть ее видео очень интересно. С одной стороны, видишь про жизнь модели, можно сказать, да. И до этого еще я смотрела Соню Эсман, но сейчас ее не смотрю, я не знаю, потому что она как бы не снимает видео. Но одна из видеоблогерш, которую я начала смотреть, это Соня Эсман. Эсман. Но я не люблю говорить Эсман. Я люблю Соня Эсман. Эсман. Мне кажется, лучше звучит. Ну, и это ее фамилия, она так называет. Ну ладно. Ой, сөйлей берем. Тағы мына айттым, Нұрбол. Рахмет сұрағыңызға. Жетпісбаева Меруерт, сәлем. Айжан, ағылшын тілінде сөйлеуді үйрену үшін не істеу керек? Ағылшын тілінде сөйлеп үйрену үшін практика керек. Носитель языка дейді ғой, сол тілде сөйлейтін кісілермен сөйлей беруіңіз керек. Сізге көп рахмет. Бір сұрақ қойсам бола ма? Сайттар білесіз бе? Али Бауыржанұлы. Сайттар дегенде көп әрине сайт. Нақты біреуін айту қиын. Бірақ қандай сайт? Ағылшын тілін қоятын сайт па әлде? Али, егер сізде сол сұрағыңыз болса, тағы да нақтырақ айтсаңыз, сайт дегенде қандай сайт? Ағылшын тілін не істейтін сайт? Немесе айтар едім, мен қарадым 16 сағаттық полиглотты. YouTube'қа кәдімгідей полиглот деп жазсаңыз, әрбір тілдің полиглоттары шығады. Сол видеоны қарап шығуыңызға болады. Бір basic дейді ғой, негізгі бөлігі деп ағылшын тілін үйренуге. Соны кеңес беремін. Достар, видеом соңына жетті. Егер сіздерге ұнаса лайк басып, менің арнама жазыларыңызға болады. Ең алдымен айта кетерім, көп рахмет менің видеоларымды қарағандарыңызға. Егер де сіздерді қызықтыратын тағы сұрақтарыңыз болса, менің инстаграмым тіркеліп, сонда комментарияға сұрақтарыңызды қоя беруіңізге болады. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Пока!